Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli cemaat, assalamu aleykum. Sağolun. Sağolun desin. Allah sağolun desin. Osman eski avuç şarasına, çoğalasına ki adamlarımız Allah'a barakatan sağolun desin. Allah müşterimize amalı verirse sağolun verirsin. Olsa olmazsa, olsa canım hayat olmasın. Keleriş yollarda Allah'ın cansı, dastakhanlarda, toylarda, kuanışlarda, jiyinlarimizda bahsolarimizda Allah'ın nasip etsin. Endi Allah Peygamber bu ömür qamchining sağlamligi qisqaradi. Qamchining sağlamligi qisqargan ömürde ağaç kesip yer kesip arasında sol qisqargan ömürge Allah Taala adam balasına осы qisqa ömürde жақсы olur degan. Бірақ та адам өмірден өткеннен кейін ол өмірден өткен адам үлкен адам бола ма, жоқ жақсы орташа кісі бола ма, адамда бәрібір өзінің туған туысын ешқайда көрмейді ғой. Қазақта сөз бар ғой, шабан бабамыз айтады, кәрі өлсе соққан дауыл тыңнан аяқ, жас өлсе бәйтерегін сынған аяқ демекші. Міне осы отбасының bir үлкен болдыр, бір бәйтерегі сынып, сонда бұл үлкен бір қайғыда болған адамдар, енді Алла Тағала бұл кісілердің жеңілдерсін, қайғыларын, артында бала-шағаларына да Алла Тағала ұзақ өмір берсін, сонда енді жамандықты қайталамауын Алладан тілейміз. Жалпы енді біз осы қазір хатымханада осымен Құран хатымызды оқып жатырмыз. Осы аруақтарды еске алып Құранымызды бағыштап жатырмыз. Бұл жылдық асыр нәрсе, адам өмірден өткеннен кейін бір ақ ғана келетін нәрсе ғой. Әр адамның ертеңі мен кеші бұл басына келетін дүние. Бірақ та өмір бұнымен тоқтамайды. Өмір жалғаса береді. Соның ішінде ең бірінші осы Раббымыз Аллах Тағаланы еске алып, Аллах Тағалаға мадақ айтып, мадағымыз айтып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға салауатымыз айтып, зікірімізді жасап, Аллаға дуа етеміз. Әлбетте Құран хатын оқылған дастарханға осы бір ауыз сөз Аллаға мадақ айтып, пайғамбарымызға салам айтып, кішкене уағыз айту Құран хатын дастарханның негізгі бір шарттарын көрсетеді, құрметті ағайын. Енді көп созбай біраз кішкене уағызымызды айтсақ, Алла Тағала сауабын берсін. Дегенмен де Алланың әр адамға берген жақсы бұл адамның тағдырына Алла Тағала белгілеп қойды, құрметті жамағат. Осы иман шарттары деп айтып жатамыз. Иманның шарттарын ғалымдарымыз негізі осы алты бөліп қойған екен. Bir немеге келеді, иманның шарттарын жерге бөліп қойған. Соның ең біріншісі осы Аллаға иман келтіру, барлығына, бірлігіне. Екіншісі Алланың пайғамбарларына иман келтіру. Үшіншісі Алланың періштелеріне иман келтіру. Төртіншісі бұл Алланың тағдырына иман келтіру. Яғни тағдыр дегеніміз о баста Алланың әрбір адамға жас болған тағдыры. Қазақтар оны айтады ғой, кешенеді. Жазмыша болмышы жоқ деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиет хадисінде келеді ғой. Анасының құрсағында балам жатқан кезде Алланың бұйрығымен періште келіп жан береді дейді. Сол жан өлген кезде Аллах Тағала сол періштеге бұйрық деп келеді, төрт нәрсені жаз деп айтады. Соның ең біріншісі адамның бұл өмірдегі амалдарын жаз деп келеді. Не істейді, немен айналысатынын. Екіншісі сол адамның несібесін жаз дейді. Бұл өмірде адам ажал келгенше қанша жеп ішіп кететінін. Үшіншісі сол адамның бақытты не бақытсыз болатынын жаз деп келеді. Төртіншісі адамның ажал уақытын жаздырып, Алланың бұйрығы сол періштеге келеді деп құрметті. Яғни осы хадистен қарап тұрғанымыздай, әр адамның тағдырына Алла Тағала бізге өмірімізді, несібемізді, қанша жасқа келетінімізді бұл Алланың тағдыры, қаласы өзгертеді.
Енді осы Аллаға иман келтіргеннен кейін Алланың барлығына бірдеңе күмән етпей, Аллаға біреулеріміз Аллаға сеніп жатамыз, біреулеріміз Аллаға мен жүрегім таза, ең бастысы жүрегім таза болса болды ғой деп айтып жатамыз. Бір адамдар ой, ол жақта барып кім көріп келіпті, барғаннан кейін көріп жатырмыз деп айтып жатады. Bir adam bari жатып, мен тәңіршімін, біздің ата-бабаларымыз тәңір дінін ұстанған. Бұлар арабтың құлдары, ата-бабаларымыз мұсылмандықты ұстанбаған деп айтып жатады. Бірақ та бұның бәрі тек қана адамнан шыққан жай ғана сөз ғой. Алла Тағала Құранда айтады ғой, бұл өмірде адам баласының есебін алмайды, бірақ қияметте менің алдыма келді, Алла Тағала есебін аламын деп отыр. Мына дүниеде адам баласына Алла Тағала ерік беріп болған екенде, сіз намаз оқисыз ба, оқымайсыз ба, жоқ молда болып мешітте отырасыз ба, отырмайсыз ба, сонау Меккеге қажылыққа барасыз ба, бармайсыз ба, 30 күн Рамазан айында оразаны ұстайсыз ба, ұстамайсыз ба, ол Аллаға келіп кетер еш нәрсе жоқ екен де бұл. 5 уақыт намаз оқысақ та, сақалымызды желдетіп өсірсек те, басымызға орамал тақсақ та, бұл адамның әр өзінің жеке басының міндеті. Яғни 5 уақыт намаз оқысақ та, орамал тағып та біз біреуге міндет қылуға хақымыз жоқ мүмкін жамағат. Себебі дінде зорлық жоқ деп келеді. Дінде зорлық жоқ дейді Алла Тағала. Бірақ та діннің үкімдерін өзіне жеңіл етіп алуға да құқықтау емес. Қазіргі кездерде көріп жатырмыз ғой, осы әлеуметтік желісінен де мына әйел адамдар, әсіресе әйел адамдар бастарына орамалдарын тағап, біраз уақытта кішкене ауыртпашылық сынақ келген кезде сол орамалдарын бел шешіп, жаңағыдай бүкіл Қазақстанға жариялап жатыр да. Бұл ата-бабамыздың тарихын оқитын болсақ, осы қазақтың тарихын бірде-бір осы орамал мәселесі бізде жоқ. Орамалын шешкізіпті, хиджабты киіп алыпты деп дау-дамай болған емес екен ата-бабамыздың тұсында. Бәрінің басында кимешектерін киіп, орамалдарын тартқан аталарымыз сондай иманы жоқ ұстанған еді. Мәселен, көп кісілер осы хиджаб дауы, қазір дауы қатып жүріп отыр ғой. Хиджаб дейді. Негізінде жалпы хиджаб деген киім жоқ, құрметті жамағат. Ол хиджаб деген әрбір оранғыш нәрсені ол хиджаб деп айтады. Мына мен киіп тұрған шапанымды да бұл хиджаб деп атай береді. Хиджаб деген мағынасы оралу, жабыну деген мағына. Бірақ арнайы киімнің аты жоқ, құрметті жамағат. Ол мына никап деген айтады ғой, көз бет жабылады. Ол никап. Бұл енді біздің қазақи дәстүрімізге бұл кішкене енді сәйкестеу келмейді. Бұл енді араб жерінде, араб жазирасында сол жақтың әйелдерінің бір киім үлгісінің бірі. Бірақ та бұл никаптың өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи заманында мұсылман әйелдер киген. Мына жақында бір этнограф, бір енді әйел адам, атын енді толық есімін ұмытып тұрмын. Мына қазақтың тарихын сонау төрелердің заманынан бері зерттеген әйел адам сол кісі дәлелдеп шығарды. Сөйтсек сол кезде мына төрелердің әйелдері көздерін жауып негізі киетін болған екен да бұл никапты. Никап деп айтамыз ғой, бірақ сондай көздерін жауып беттерін тұмшалайтын болған екен. Ол бар екен тарихымызда. Оның ішін жоққа шығара алмайды. Бірақ қазіргі заманда бізге келмейді деп отыр ғой, келмесе келмейтін шығар, бірақ негізі бар нәрсені жоққа шығаруға болмайды. Бірақ мәселен, құрметті жамағат, бұл киім, намаз ол діннің көрсеткіші емес. Бұл тек қана діннің атрибуттары, әрбір адам өзінің ұстануы керек болған бір шарттары. Бірақ та Алла Тағала, құрметті жамағат, ең бірінші бізді қай жерімізге қарай, киімдерімізге, байлығымызға, балаларымызға қарамайды, ең бірінші біздің жүрегімізге қарайды деген. Сіздің жүрегіңіз таза болмаса, қанша жерден намаз оқыңыз, қанша жерден қажылық жасаңыз, Алла Тағала біздің намазымызға да, қажылығымызға да ол мұқтаж емес. Жүрегінің тазалығының ең бірінші белгісі, бірақ қазір көп адамдар айтады ғой, менің жүрегім таза, менің жүрегім таза деп. Қазақта не дейді? Жақсылар, яғни жамандар жақсы деп айғайлайды, жақсылар жаман деп айта алмайды. Алла Тағала Құранда айтады, сендер мен тазамын деп өздеріңді ақталмаңдар дейді. Кімнің таза, кімнің шынайы Алладан қорқатын тақуа екенін Алла Тағала өзі ғана біледі. Және кімнің егжізді мұнафиқ, кімнің шынайы иман келтіруші екенін Алла өзі ғана біледі дейді. Бұл Құран, құрметті жамағат, осы Алланың ішінде бұйрықтары, үкімдері, пайғамбарымыз хадисінде де ғой,
кейінгілері мен бұрынғылардың тарихын білгісі келген адам Құранды ашып оқысын дейді. Мәселен, қазір біз осы марқұм Ақылбек бауырымызды еске алып отырмыз ғой. Егер Ақылбек бауырымыз өмірден өтіп, топыраққа айланып кетіп, мүлдем жоқ болып кететін болса, онда біздің оқыған Құранымыздан не пайда? Сол сияқты біз өмірден өткен ата-бабаларымыздан оқимыз, оларға не пайда Құран оқыған? Десек, адам өмірден өткеннен кейін негізі мүлдем жоқ болып кетпейді. Бар болғаны Алланың берген осы денесін тастап, рухы Аллаға қайту ғана екен. Сол үшін қайтыс болып деген мағынасы қайтты, Аллаға қайтты деген мағына ғой, негізі қайтты дейді. Бұл Алланың берген өмірді жақсы жасап, Аллаға қайтарылды деген мағына болып келеді, құрметті жамағат. Қазақта оны өлеңді айтамыз, арабша барзах әлемі дейміз. Бірақ белгілі бір мерзімге дейін сол барзах әлемінде олар Алланың сотын қиямет қосып жатады. Ертеңгі ме кеш пе бізде сол барзах әлеміне сол аруақтардың рухына барып бізде қосыламыз. Ал негізі олардың рухы бізді күтуде екен. Біздің ата-бабаларымыз, өмірден туған туыстарымыз болсын, бізді негізі олар күтіп жатыр екен. Бірақ Алланың бұйрығынсыз бұл өмірден біз өтпейміз. Бірақ осы қысқа ғана өмірде Алла Тағалаға сәждеге жығылып, басыңызды иіп алып көріңіз, уақытыңыз болса жұма намазына қатысыңыз. Бұл дінде фанатизм деген нәрсе жоқ қой. Дінде қолыңызға құмған ұстап өмірге кіріп деген жер жоқ. Ойнап көріңіз, жұмысыңыз істеңіз, өмірден түңіл деген нәрсе жоқ шариғатта. Ана келушілер айтып жатады, молдалар қазір тозақпен, өлімнен қорқыта беретін болды деп. Ол қорқыту емес, ол тек қана Құранға бар нәрсе, ол ескерту болды. Ары қарай адамның таңдауы өз еркінде. Міне осы өмірден өткен осы марқұмдарымызға тек қана артына баратын осы Құран, дұға ету, құрметті жамағат. Ол кісілерге енді киім де керегі жоқ, тамақ та керегі жоқ, ақша да керегі жоқ. Оның бәрі тек қана осы біздің қонақ болып жүрміз ғой бәрімізде. Бір адамдарымыз қателесуімізді мүмкін, аяғымыз шалуымыз да мүмкін бұл өмірде. Бірақ та ақиретті де ұмытпайық, құрметті жамағат. Алла Тағала бәрімізді хидаятына тура жолға салсын, білмесек бәріміз кешіп, Алла Тағала өзінің тура жолдан айырмасын. Елімізге, жерімізге Алла Тағала бейбітшілік өмір беріп, соғыстан сақтасын. Алла Тағала халқымызға береке бірлік берсін. Осына бүгінгі Ақылбек бауырымыздың астында дұға тілектерімізді, Құран хаттарымызды қабыл етіп, аналарымызға, апайларымызға Алла Тағала көптен сабыр берсін. Осы жерден ағаларымыз отыр, Ақылбек ағамыздың барлықтарыңызға Алла Тағала жақсылық пен сауаптар жазсын. Алыстан келген ағайындар, аман-есен жұрттарыңыз оралыңыздар. Алла Тағала жолын берсін. Елдегі дастархандарыңыз, басыңыз қосылатын жер той болсын, жақсылық болсын. Алла Тағала сауабын берсін. Рахмет тыңдағаныңызға. Сөз сөйлеген адам болса,